Осындай керемет дәмді құймақты менімен бірге әзірлеп жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды белгілеуді ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқаны араластырамыз. Үстіне қант салып, қант ерігенше араластырамыз. Үстіне тұз салып, тағы да араластырамыз. Енді сүт, май, суымызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығы араласқан соң, онды елеуіштен өткізіп араластырамыз. Қызып тұрған табада жұқалап пісіреміз. Егер құймақтарыңыз табаға жабысып жатса, табаларыңызды майлаңыздар. Құймақтың бірінші бетіне қарағанда, екінші беті тезірек піседі. Құймақ пісіп дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.